Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қорғаныс министрлігі өз Telegram парақшасында оқшы әскери комитетінің кезекті отырысына қатысты ресми мәлімдеме жасады. Министрліктің хабарлауынша 14 сәуірде бейнеконференция байланысы режимінде өткен ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы әскери комитетінің кезекті отырысында Қазақстанның әскерін Украинадағы қарулы қақтығысқа жіберу мәселесі қаралған жоқ. Отырыста ұйымның жауапкершілік аймағындағы әскери қауіпсіздік мәселелері, сондай-ақ дағдарысқа қарсы әрекет ету тетіктерін жетілдіру және ұйымға мүше елдер қарулы күштері авиациясының халықаралық ұшуларын ұйымдастыру мәселелері талқыланды. Тараптар биыл ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдарын бірігіп дайындау шараларын өткізу жоспарын мақұлдады. Әскери контингенттерді қандай да бір операцияға қатыстыру мәселесі күн тәртібінде қаралған жоқ делінген Қорғаныс министрлігінің хабарламасында. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.